Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге ілгек формадағы печеньелар дайындаймыз. Дайындалу әдісі оңай әрі тез желінетін печеньелар. Ол үшін бөлме температурасындағы май қажет. Майымызға қантымызды қосамыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Бір келкі болғанша араластырамыз. Алдын ала еліктен өткізілген ұнымызды біртіндеп қосып араластырамыз. Барлық ұнымызды біртіндеп салып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Дайын болған тестомыздан шамамен 15 граммдай осындай домалақ шариктер жасаймыз. Барлық шариктерімізді дайындап қоямыз. Ілгек форманы шығару үшін бізге трубочка мен колпачок керек. Противеньге пергамент қағазын төсеп, үстіне шариктерімізді орналастырамыз. Енді колпачокпен шариктеріміздің үстінен айналдырып басып шығамыз. Трубочкамен ақырындап ілгектердің тесігін жасап шығамыз. Трубочканы қатты нығыздап баспаймыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минуттай пісіреміз. Печеньеларымыздың шеттері қызарғанша пісіреміз. Қолжетімді ингредиенттардан тұратын ерекше печеньеларымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын, сіздермен бірге болған Жансая. Достарыңызбен бөлісіп, менің каналымды жаңа подписчикпен толтырыңыз.